Біреудің баласын бауырыма бастым. Ата-аналар ажырасарда неге ортақ баланы ойламайды? Жалпы бала не жағдай болса да анасының қасында болу керек. Өйткені туған анасындай ешкім бола алмайды. Бірақ мен оған өз шешесіндей болуға тырысып жатырмын. Бастапқыда біреудің баласын тәрбиелей алмайтын сияқты болғанмын. Басқа біреудің баласы деп отырғаным күйеуімнің бұрынғы некесінен туған бала. Күйеуіммен танысқан кезімде мен оны ұнатып қалғанмын. Бірақ уақыт өткеннен соң ол өз өмірі жайлы айтып берді. Ажырасқанын, бір баласының бар екенін жасырған жоқ. Үйленуге ұсыныс айтардың алдында ол мәселенің барлығын шешіп алғанымыздың орынды екенін айтты. Ал баласы туралы сұрағанымда бала қазір әжесімен бірге тұратынын, анасы баланы өзімен бірге алып кетуден бас тартқанын айтты. Егер бала анасының жанында болғанда алимент төлеуден де бас тартпас едім деген пікірін білдірген еді. Мен оған тұрмысқа шығуға келісім берерден алдын көп ойландым. Өйткені мен шынайы өмірді қабылдай алам ба, жоқ па деген күдіктен арылған кезде ғана барып отбасын құрғым келді. Әрине мен бұған дейін тұрмыс құрмағандықтан ажырасқан баласы бар еркекке өзімді қимасам да, оны жақсы көріп қалғандықтан келісім бердім. Бір жағынан ол өте жақсы адам. Маған бұдан кейін осындай жақсы адам жолыға ма, жоқ па деп көп ойландым. Анаммен де ақылдастым. Анам маған ақылын айтып, егер жүрегің тек сол адам деп соғып тұрса, етегінен ұста. Баланың ешқандай кінәсі жоқ. Үлкендердің арасындағы түсініспеушілік, әке-шешесінің арасындағы кикілжің бала өміріне балта шаппауы тиіс. Оның үстіне бала әжесінің қолында екен. Бала сендерге бөгет болмайды деген болатын. Шынында да ересектердің арасындағы ұрыс-керіске баланың не қатысы бар? Бала сол үшін жазықты ма? Ол да адам баласы ғой, толыққанды отбасында болып алаңсыз өскісі келеді. Осының барлығын ойланып, саралай келе мен тұрмысқа шығуға келісімімді бердім. Қайнатам өмірде жоқ, енем бар. Жалғыз өзі тұрады. Сондықтан немерем өзіме серік болсын, алданышым болсын деп жанына алған екен. Күйеуім енемді өз қасына алып келгісі келсе де, енем мені жылы орнымнан қозғамаңдар. Шалыммен бірге өмір бойы осы үйде тұрдым. Енді киелі шаңырағымызды тастап қаланың тарт қапас үйіне барғым келіп тұрған жоқ деп бас тартты. Негізі күйеуімнің алғашқы әйелінің мінезі шайпау болған сияқты. Жалғыз әке-шешесінен бөлек қалаға алып келсе де ары қарай отбасылық өмірлері ұзаққа бармаған. Қалаға сіңіп жұмысына орнығып қалған күйеуім де ажырасқан соң ауылға барып тұрғысы келмеген. Ауылға барса жұмыс табуда күнкөрісте қиындайтынын жақсы түсінген ғой. Біз үйленіп, ауылда беташар тойын өткізіп, кәде жөн-жосықты атқарғаннан соң қаладағы үйімізге келдік. Баланы кейінірек өз қолымызға аламыз деген жоспар болмаған арамызда. Біздің келісім шартымыз бойынша бала әжесімен бірге болады. Отасқанымызға 3 жыл болды биыл, бірақ арамызда әлі бала жоқ. Дәрігерге барсам, барлығы дұрыс, күйеуіме кінә сенен деп айта алмадым, өйткені оның баласы бар ғой. Үмітімді үзбедім. Дәрігерлер денсаулығымнан кінәрат таппады ғой. Барлығы жақсы болып кетер, күтейік, балалы да болармыз деген үмітпен 3 жылдың қалай өткенін аңғармай қалыппыз. Бірақ осы күнге дейін арамызда ешқандай ұрыс-керіс, түсініспеушілік болмаған еді. Оқу жылы басталардың алдында, яғни жаз айларында күйеуім ауылдан баламды алып келемін. Ол осында білім алуы керек, мектеп жасына жетіп қалды деген әңгімелер айта бастады. Ал мен оған мүлдем қарсы болдым. Себебі балаға қара, оның қауіпсіздігі, тәрбиесі үлкен жауапкершілікті қажет ететінін жақсы түсіндім. Оның үстіне де ол өз балам емес. Бір жағынан мен жұмысымды тастап балаға қарап үйде отыра алмаймын. Ал егер өз баламыз болып жатса, онда әңгіме басқашалау. Декреттік демалыс алып 3 жылдай үйде отырсам да қайтадан жұмысқа шығамын ғой. Күйеуім екеуміздің арамызда осы балаға байланысты ұрыс-керіс, келіспеушілік көбейді. Мен біреудің баласын қабылдай алмайтынымды айтсам, ол біреудің баласы емес, менің балам деп ашуланып шыға келеді. Я, күйеуімнің сөзінің де жаны бар, оның баласы, бірақ баланың туған анасы бар ғой, ол неге өзіне алмайды? Неше түрлі адам бар ғой. Күйеуім шешесі балаға дұрыс тәрбие бермейді деп оған бергісі келмей отыр. Анасы да баланы өзіме аламын деп құлшынып отырған жоқ. Ал мен өзім ана болып көрмегенмін. Ол балаға қалай тәрбие беремін,
қалай аналық махаббатты сыйлай аламын? Мен де ренжідім. Менің ренішім сол кезде өзіме орынды болып көрінген еді. Олар менің қалауыммен санаспайды. Күйеуім мені мүлдем ойлап тұрған жоқ. Үшеуміз бірге тату-тәтті өмір сүре аламыз ба? Балаға қай жерде ыңғайлы деп ойланбайтын секілді. Түсінемін, ол әкесі. Әкесі өз баласына жақсы қарайтынды да сөзсіз. Бірақ бұл жерде бөтен тағы бір адам бар. Балаға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын мүлде басқа жан, яғни өгей анасы мен бармын. Қысқасы, менің пікірімді ескеретін жан көрінбейді. Ақыры күйеуім баласын үйге алып келді. Баланың пайда болуы менің түбегейлі өзгертті десем болады. Бәрібір мен үшін бөтен бала болғандықтан оған бауыр баса алмадым. Екеуміздің арамыздағы арақашықтық күйеуім екеуміздің арамызға салқындық түсе бастады. Балаға қарасам, күйеуімнің бұрынғы әйелі есіме түсіп кетеді. Баланың жазығы жоқ қой, мүмкін өзімді үйретіп баланы қабылдауым керек шығар. Сонда күйеуімнің де маған деген қарым-қатынасы бұрынғы қалпына оралар деген ой болса да, іштен бір күш жібермей тұратын еді. Солай қанша уақыт жүрдік. Бір күні баланың мазасы болмай, ыстығы көтеріліп қатты ауырды. Оған жаным ашыды. Жедел жәрдем шақырып баланың күтімін жасауға тура келді. Сонда баланың бейкүнә көзқарасы, маған жалынышты түрмен қарағаны жүрегімді елжіретіп жіберді. Ол ауырып жатқанда сізді құшақтасам бола ма? Әкем де, сіз де жұмыста боласыздар. Мен қатты сағынамын. Мен ешкімге керек емеспін. Мені ешкім жақсы көрмей ме деп көзінен сорғалап аққан жасын тыя алмады. Небәрі 6-7 жастағы баланың айтқан сол сөзі жүрегіме қанжар сұққандай әсер етті. Ол баланы бірден жақсы көріп кете алмасам да, оған деген аяушылығым оянды. Мейірімді бола бастадым. Солай біртіндеп бір-бірімізге үйреністік. Сенесіздер ме, осы баланы мен қалай бауырыма басып, анасы ретінде болмаса да әпкесіндей қамқорлық көрсете бастаған сәттен бастап өмірімде жақсы өзгерістер орын алды. Ең қуаныштысы менің аяғым ауыр. Бәлкім бұл маған берілген сынақ шығар. Баланың барлығы бірдей. Ал мен күйеуімді жақсы көрсем, оның баласында қабылдауым керектігін кеш те болса түсіндім. Соның арқасында қазір бақытты жанұяға айналып отырмыз. Балам деп айтпасам да арасында еркелетіп қоюды үйрендім. Мен ана болуға осылайша дайындалып жүрмін. Күйеуім де маған дән риза. Барлығы қалыпқа түсіп келе жатыр. Ал баламыз менің інім немесе қарындасым өмірге келеді деп қуанып жүр. Күніне бір рет құрсағымды сипап, бауырымен сөйлеседі. Шын бақыт деген осы екен ғой.